Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен ө дыбысымен әрпімен танысатын боламыз. Таныспас бұрын менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ө дыбысы және әрпі 73-ші сабақ әліппе. Ө дыбысы дауысты дыбыс. Себебі ол балалар созылып айтылады. Қанекей барлығымыз менімен бірге айтып көреміз. Өте жақсы балалар. Олай болса, ө дыбысының жазылуына мән берейік. Кәнеке қараймыз, ө дыбысы о дыбысына ұқсайды әрпіне, және де оның ортасында белінде таяқшасы бар, е? Балалар, қазір қолдарыңа жіп алып, ө әрпін жасап көрсете қойыңдар. Енді ө дыбысы балалар дауысты дыбыс, және де ол созылып айтылады. Өрнек. Жақсы балалар, өрнек деген сөзде ө дыбысы бірінші түрі. Қазір өрнек сөзіне талдау жасайық. Өрнек. Екі буын. 5 дыбыс, 5 әріп. Ө дауысты дыбыс, р дауыссыз дыбыс, н дауыссыз дыбыс, е дауысты дыбыс, к дауыссыз дыбыс. Жақсы балалар, сонымен осы өрнек сөзінде неше дауысты дыбыс бар екен? Иә балалар, дұрыс айтасыңдар, 2 дауысты дыбыс бар. Ол ө және е дыбыстары. Неше дауыссыз дыбыс бар? Жақсы балалар, өте дұрыс. 3 дауыссыз дыбыс бар. Р дыбысы, н дыбысы және к дыбысы. Өте жақсы балалар. Енді тағы да менімен бірге ө дыбысын айтып көреміз. Қанеке бірге өте жақсы балалар. Енді өздерің ө дыбысынан басталатын сөздерді айтып құрастырып, комментарийға қалдыруды ұмытпаңдар. Балалар, келесі біз мына сөздерді оқумен және де өнерлі балалар деген мәтінмен танысатын боламыз. Ал ендеше дайын болсақ кеттік. Өнер. Өнерлі. Өлең. Өзен. Бөрік. Көрік. Өрнек. Өрмек. Өте жақсы балалар, менімен бірге оқып отырсыңдар ма? Олай болса, келесі мәтінмен танысайық. Өнерлі балалар. Қанат қамшы өрді. Таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті. Әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар. Өте жақсы. Балалар, енді мен оқып шығамын, сендер қарап отырыңдар. Өнерлі балалар. Қанат қамшы өрді. Таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті. Әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар. Жақсы балалар, олай болса енді мәтінді талдайық. Мәтін не туралы? Дұрыс айтасыңдар балалар, өнерлі балалар туралы. Қанат не өрді балалар? Я, қанат қамшы өрді. Таңат не оқыды балалар? Және қалай оқыды? Өте дұрыс, таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Балалар, Өмірбек не істеді? Дұрыс, Өмірбек күй шертті. Ал Әсем не істеді? Дұрыс, Әсем қағазға өрнек салды. Өте жақсы балалар. Олар қандай балалар? Өнерлі балалар екен, жақсы. Енді балалар, олардың
өнерлі балалар екенін қайдан білдіңдер? Жақсы балалар, себебі олар біреуі қамшы өрді, біреуі мәнерлеп өлең оқыды, енді бірі күй шертті, және де тағы бірі қағазға өрнек салды. Олар өте өнерлі балалар екен. Жақсы балалар, енді қарамен жазылған сөзді тағы бір рет оқып шығайық. Өнер, өнерлі, өлең, өзен, бөрік, көрік, өрнек, өрмек. Өте жақсы балалар. Енді осыда өнер сөзінде неше буын бар? Өнер. Дұрыс айтасыңдар, 2 буын бар. Ал өнерлі сөзінде өнерлі 3 буын бар екен. Өте жақсы. Өлең сөзінде өлең неше буын бар? 2 буын бар. Өзен неше буын бар? 2 буын бар. Өте жақсы балалар. Бөрік сөзінде бөрік неше буын бар? 2 буын бар. Көрік неше буын бар? 2 буын бар. Өте жақсы балалар. Келесі өрнек 2 буын бар екен. Өте жақсы. Келесі бізде өрмек неше буыннан тұрады? Я балалар, дұрыс айтасыңдар, 2 буыннан тұрады. Енді осы сөздердің ішіндегі сендерге түсініксіз сөз бар ма? Олай болса, өрмек және өрнек сөзіне түсініктеме беріп өтейін. Өрнек дегеніміз балалар әртүрлі заттардан жасалған, яғни өрнектеліп тоқылған өрнек деп айтамыз, я? Белгілі бір сызбалармен немесе белгілі бір ерек сызықтармен көрсетілген. Бұл бізде өрнек болады екен. Ал бөрік дегеніміз не? Бөрік дегеніміз басымызға киетін бас киімді айтады екенбіз. Бұрынғы кезде адамдар көбінесе бөрік киген екен балалар. Ал өлең дегеніміз, ол әрине сендер білесіңдер, күндегі оқып жүрген тақпақтарыңды, өлеңдеріңді біз өлең деп атаймыз, я? Жақсы балалар. Ал келесі бізде балалар төлдер. Бұлар нелер балалар? Төлдер. Өте жақсы балалар. Ненің төлдері? Я, қандай жануарлардың төлдері? Дұрыс айтасыңдар, үй жануарларының төлдері. Олай болса кеттік. Бота ненің төлі? Дұрыс. Түйенің төлі. Келесі, бұзау ненің төлі? Я, сиырдың төлі. Жақсы. Бізде құлын ненің төлі? Дұрыс айтасыңдар, жылқының төлі. Келесі, қозы ненің төлі? Қозы балалар қойдың төлі екен. Ал келесі тұрған бізде лақ ненің төлі балалар? Я, дұрыс айтасыңдар балалар, ешкінің төлі. Олай болса біздің үй жануарларымыз қайсылар екен? Түйе, сиыр, жылқы, қой және ешкі. Бұлар балалар үй жануарларының балаларын төл деп атаймыз. Бұлар төлдер екен. Олай болса төлдер сөзін буынға бөлейік. Қанекей бірге? Төлдер. Өте жақсы балалар. Неше буыннан тұрады? 2 буыннан тұрады екен. Төлдер. Өте жақсы. Енді балалар, қазір осы сөзге дыбыстық талдау жасайық. Дыбыстық талдау дегеніміз сөзді буынға бөліп, неше буын бар екенін, неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс, неше дыбыс, неше әріп бар екенін анықтау. Олай болса, анықтайық. Төлдер 2 буыннан тұрады. Неше дыбыс бар екен? Дұрыс айтасыңдар, 6 дыбыс бар. Ал неше әріптен тұрады? Дұрыс айтасыңдар балалар, 6 әріптен тұрады. Осы әріптердің ішіндегі біздің бүгінгі өткен әріп бар ма балалар? Бар, әрине. Екінші тұрған біздегі
әрпі екен. Жақсы балалар, енді дыбыстық талдау жасайық. Т дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, Л дауыссыз дыбыс, Д дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, Р дауыссыз дыбыс. Өте жақсы балалар. Осының ішіндегі біздегі бүгін танысқан әріп қайсы балалар? Дыбыс. Дыбысы. Ол қандай дыбысқа жатады екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол дыбысы дауысты дыбысқа жатады екен. Ал енді балалар, сендерге сұрақ қояйын. Қандай дыбысы бар, немесе дыбысынан басталатын сөздерді білесіңдер? Егер сендер сондай сөз білетін болсаңдар, оны осы видеоның астындағы комментарийге жазып қалдыра қойыңдар. Үлкен рахмет, сау болыңдар.